Болашақтың нұсқасы ғылым мен танымда. Ұлы Абай атамыздың танымның бар тамашасы кітапта. Оған қол жеткізу үшін оқудан жалықпа деген қанатты сөзі бар. Дұрыс айтасың, Айша. Тұңғыш президентіміз елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың да білім кітапта. Қазіргі таңда балалардың көбісі компьютердің алдында отырады. Ал болашақта кітап оқыған балалар компьютердің алдында отырған балаларды басқарады деген сөзінде айтқым келеді. Республикамызда оқуға құштар мектеп жобасы іске қосылды. Осы жобаның аясында біз сыныбымызбен білімге құштар сынып жобасын іске асырдық. Жобаның 4 бөлім бойынша сыныптың жетекші балалары модератор ретінде рөл атқарады. Әр жетекші өзінің таңдаған қызығушылықтарымен топтасқан балалары және де таңдаған тақырыптарымен ізденіс жұмыстарын атқарады. Өсімдіктер мен жануарлар бағыты бойынша модератор Төлепберген Нұрасыл. Бұрын-соңды қоқысты өңдеу туралы көп естіп жүрген боласыздар. Мұндай істегеннен бір рет көрген аталық мектебінің экологиясына қош келдіңіздер. Бұл біздің облысымызда орналасқан Қорғалжын қорығының теңіз көлінде ғана ұя салып, жұмыртқа басатын қызғылт қоқиқаз. Жұмыртқадан жарып шыққан аппақ қоқиқаздың түсі өзгеруіне не себеп болуы мүмкін? Оған олардың қора кететін ұсақ шаңдарының түсі себеп болуы. Дұрыс айтасың, Айбек. Қоқиқаздардың қай айда ұшуы, басқа да өсімдіктер мен жануарлардың мәліметтерін мына жерден білуге болады. Адамзаттың табиғат түскіні жоқ, мұны айтайтын табиғаттың тілі жоқ. Біздің балалар тылсым табиғатқа тамсанып қана қоймайды, оны ести тыңдай біледі. Рахмет, Нұрасыл. Екінші бағыт өлең сөздік патшасы. Өлең сөздің патшасы бағытындағы оқушылар Қазақстанның тәуелсіздігіне 30 жыл болғанына орай 30 тарту деген электронды кітап ойластырды. Бұл кітаптың ішінде отандық ақындар мен жазушылардың, сыныбымыздың оқушыларының эсселері енгізілген. Еркіндігім, қасиеттім, қастерлім, өзің барда өзегімде жоқ шырмыл. Кеше сенің келбетіңді арман ғып, бұданна бұғауландық басқа елдің. Бабалардың басын тігіп бәйгеге, аналардың жанарына жас бердің. Ой, еркіндік қош келдің, өзегімді өртте ораған қоғамда. Өз үйіме өзімөге болам ба? Алшаң басып жүре алмаса алдалаш, азаттығым қадірінде жоқ онда. Саған жету қиын болса қаншалық, сақтап тұру қиынырақ оданда. Отан дейміз от жаққан жерімізді, отан дейміз өсірген елімізді, отан дейміз туған жер, ата мекен биіктау, орман тоғай көлімізді. Отанның шеті де жоқ, шегі де жоқ, бірақ ол өз ауылынан басталады. Кіші отанның бағытының оқушылары өз жұмыстарымен таныстырады. Назарларыңыз экранда болсын. Туған жерімнің тарихын айшықтай түсу үшін көненің көзін көрген Сара Өтешова апайдың із басары. 1995 жылдан бері бір мектепте тапжылмай 26 жыл жұмыс істеп келе жатқан Ботагөз апаймен сөйлесуді жөн көрдім. Сіз ең алғашқы осы ауылға келгенде ауыл қандай еді? Жаңа Айша айтып өттім ғой, мен осы ауылда туып өстім деп. Енді ес білгеннен бері біздің ауылымыз кішкентай ғана ауыл тұғын. Ең бірінші бізде ауылда 35 ақ үй болды. 35 үй, қазіргі мәліметтерге сүйенсек, біздің осы Қажымқанда 683 үй бар екен. Көбі біздің жақта тұратын қазақтар, қазақ отбасы. Күнделікті өмірде әртүрлі қызықтар болып жатады. Әлемде талай қызық бар бағытын зерттеген оқушылар қандай қызыққа тап болды екен? Біз оны өздерінен біле аламыз. Ендеше сөз тізгінін айғаным өзіңде. Шынымен, біздің қоршаған әлем таңғажайыпқа толы. Біз оны зерттеген сайын таңданудан, тапсанудан шаршамаймыз. Әсіресе атақты адамдардың қызықты оқиғалары туралы тақырыпта зерттеу кезінде осы тізімге өз ауылымыздан Қазақстан Гиннес рекордтар кітабына енген кеудені жерден көтеру бойынша 5 дүркін рекордсымен, сондай-ақ кеудені бір қалыпта ұстау бойынша рекордшы Әмір Махметті мақтанышпен қосамыз. Дәл қазір біз Әмірмен сұхбаттаспақпыз. Оның өміріндегі қарапайым адамдарда кездесе бермейтін оқиғаларды сұрамақпыз.
Сәлеметсіз бе, сізден сұхбат алуға бола ма? Иә, сәлеметсіз бе, әрине болады. Сіздің спорттық өміріңізде қандай қызықты оқиғалар болды? Мен спортпен 8 жасымнан айнала бастадым. Сосын мені әкеммен планшет сұраған болатынмын, ол маған айтқан, егер сен кеудеңді жерден 250 рет көтерсең, мен саған планшет алып беремін деп. Мен бір жұма өткізбей осы рекордты істеген болатынмын. Сосын әкем менен осы шабытты байқаған еді. Содан кейін біз осы спорт бағытын развивать ете бастадық. Сосын осылай енді спорт әлеміне келген болатынмын. Рахмет сұхбат бергеніңізге, сізге алдағы уақытта да жеңісті күндерді тілеймін. Саған рахмет, алдағы байқауда сендерге жүлделі орынмен қайтып келулеріне тілектеспін. Сау болыңыз. Рахмет, айтқандарыңыз келсін. Бәсекеге қабілетті оқушылар тұлғаларын қалыптастыруда. Біздің алған жобамыз біздің оқуға, білуге құштарлығымыздың артуына көп септігін тигізді. Ғылыми жобамен жұмыс жасай отырып, әртүрлі ақпараттармен жұмыс істеуге, дәлелдеуге үйреніп, әртүрлі оқу түрлерін меңгердік. Сыныбымыздағы оқушылардың оқу машықтары көтеріліп, пән бойынша білімдері тереңдеді. Жоба біздің ғана емес, отбасы мүшелерінде кітап оқуға қызығушылығын туғызды. Жоба аясында мектеп кітапханасымен де, ұлттық кітапханамен де қарым-қатынасымыз туындады. Оқырман бала, оқырман ата-ана, тағы да басқа іс-шаралар жүргізілді. Сынып өздігінен жұмыс істеуге, ізденуге, зерттеуге, жаңалға ашуға ұмтылып, сыныптың белсенді оқушылары модератор рөлін ала отырып, өз тобына қызығушылықтары ортақ оқушыларды жинақтады. Спикерлердің жұмысын ұйымдастырды. Бәсекеге қабілетті қырларын көрсетті. Айша, мен сенімен толық келісемін. Балапан телеарнасының табиғаттан ғажайыптары бағдарламасына жүргізуші болып бекітілуіме осы жобаның көп септігі тиді. Бәсекеге қабілетті ұрпақ қоғамның қозғаушы күші болуы керек. Біздің сыныптан мықты спортшы, дәрігер, эколог, білікті мамандар шығатынына сенеміз.